мен айтқан бір сөзім анау кейбір діндарлардың ортасында үлкен талқыға түсіп кетті. Мен анау кәпір қылып сүйреп апарып тастады біразы. Тозаққа кіргізіп отырғызып қойды. Анау мектеп салу менен мешіт салудың мүмкін несі тұрса таңдауы. Мен айттым, мешіт салыңыздар емес, мектеп салыңдар дедім. Сөйтіп едім, қырылып қалды. Ең қызығы, намазды дұрыстап оқи алмай жүргендер соны айтып жатыр. Енді намаз оқитын адамға бәрібір далада болса да қардың астында да оқи береді ал. Өйткені ол Аллаға байланған адамға комфорт болуы шарт емес. Ал өнердегі азаматтардың мынау қандай оқушылар салайыны қараңызшы, би үйірмесі, өлең үйірмесі, осындай үйірмелер ашылатын жер, спорттық шыңдалатын жер бізде көп болу керек. Фоктар салыңыздар, ауылды жерде ауылдың футболын көтеру керек, ауылдың күрес орталықтарын ашу керек. Мысалы қандай чемпиондарымыздың атынан ашсын, чемпиондар өздері ашып берсе де, бізге ашып берсін дегенді қою керек. Өкімет істеп берсін дегенді қою керек. Істеп берсе істеп беріп отыр өкімет. Бірақ істеп бермесе біз тамақ әкеп берсін, бермесе мен ішпеймін деген әңгіме ғой. Баяғыда бір ерке бала айтады дейді ғой, мен енді әжетханаға бармаймын депті ғой, бір бала ерегісіп. Сол сияқты дүние біздікіші ерегіс өкіметпен. Жоқ, ол дұрыс емес. Біз қолымыздан келгенде өзіміз жасауымыз керек.